Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше пирогтың жасау жолын ұсынайын деп отырмын. Бұл пирогтың аты ягодный пирог деп аталады. Бұл жерде менде малина қостым. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген жидек түрін қоссаңыздар болады. Алдымен қамыр дайындау үшін 180 грамм електен өткізілген ұнымызға 100 грамм сары май қосамыз. 100 граммдай қант қосамыз. Жақсылап крошка жасап аламыз. Бұл крошканың 2-3 уыстай мөлшерінде біраз бөлігін осылай бөлек ыдысқа алып қоямыз. Қалғанына бір сары уызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Және де жарты шай қасық көлемінде қамыр қопсытқыш қосамыз. Осылай жақсылап қамыр илеп алғаннан кейін целлофанға салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасы үшін 250 грамм творожный немесе сливочный сыр қосамыз. Жақсылап лопатканың көмегімен жұмсартып аламыз. 70 грамм қант қосамыз. 100 мл сливки 33% бұл жерде немесе қаймақ, яғни сметана қоссаңыздар болады. 2 жұмыртқа саламыз. Жақсылап осылай лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Осындай бір келкі массаға келтіріп аламыз. Қамырымызды пергамент қағазы төселген осындай формаға салып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай шетіндегі бортиктардың бәрін жасап, әдемілеп қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды дайындап аламыз. Одан кейін ортасына дайындап қойған салмамызды құямыз. Бетіне өз қалауларыңызша кез келген қатырылған немесе қатырылмаған жидек түрін қоссаңыздар болады. Менде үйде малина болғандықтан таң қурайды. Осылай бетіне әдемілеп көп мөлшерде салатын боламыз. Және де бұл пирогтың ерекшелігі пісіп болғаннан кейін жаңағы алып қалған крошкамызды бетіне себеміз. Сол кезде ол піскеннен кейін қытырлап пирогқа ерекше дәм беретін болады. Міне осылай пирогымыздың бетіне сеуіп шығып, одан кейін бір 10 минут көлемінде тағы да пирогты пісіріп аламыз. Және де пирогты кеспес бұрын әбден суытамыз. Алдымен осылай формадан шығарып аламыз. Одан кейін барып 3-4 сағат немесе бір түнге қойып қоюға болады. Әбден суытып барып кесіп дәмін көреміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Және де осы каналымдағы рецепттердің барын қарай жүріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.